Бәсекелестік терминінің қашан пайда болғандығын тап басып, ешкім айтып бере алмайды. Бір анығы, адамзат бар жерде бәсекелестік бар. Өзіңіз ойлап көріңізші. Егерде адамдар арасында бәсекелестік болмаса, қоғам, ғалам қалай дамиды? Егерде ел мен ел, ұлт пен ұлт бәсекелестікке түспесе, адамзат қалай өркендейді? Қалай жаңғырады? Жәнібек жас режиссер, жаңа жалын. Дегенмен бүгіннің өзінде бірнеше қысқа метраж түсіріп, театрда қойылымдарды сахналап үлгерген. Енді үлкен кино туындыларды қолға алсам деген арманы бар. Бұл арманын елбасының соңғы мақаласы тіптен үдете түскен. Себебі ондағы басым бағыттардың бірі бәсекеге қабілеттілік тұрғысында. Шығармашыл жас, әлемдік картиналармен иық теңестіретіндей фильмді түсіру, өстіп өзгелермен бәсекеге түсе алатындай жаңа бағыт сүрлеуін салу менің алға қойған мақсат мұратым деп отыр. Енді рухани жаңғыру, оның ең бірінші пунктін айтатын болсақ, отансүйгіштік, туған жерде туың тік дейді мақаланың ішінде. Мен өзім Алматыда оқып келдім, туған жеріме келдім, туған жерімде жұмыс істеп жатырмын қазір. Енді Алматыда, Астанада тұруға жағдайым болды тұратындай, бірақ сонда да елге кеп қызмет істеу, және де мультимедияландыру деген болды. Жазбаша түрде мультимедияландыру. Сол сияқты менің негізгі жұмысым, негізгі мамандығым режиссура болғандықтан осылардың барлығын әдебиеттерді, осы қаншама әдеби шығармаларымыз бар қазақтың. Солардың барлығы ешқандай шетелдіктерден кем емес. Соның барлығын мен барынша тырысам, осы кино жанрында, кино әлемінде танытуға, бейнетаспаға түсіріп, мультимедияландыру жанрында. Иә, мемлекеттер арасындағы бәсекелестік түптеп келгенде азаматтар арасындағы бәсекелестік. Бұл әркім өзінің мамандығы және қызметі бойынша дамыған елдердің сол саладағы, сол қызметтегі әріптестерімен деңгейлес болуы. Бәсеке деген ол біреудің басы озу емес. Қазақта бір керемет сөз бар. Бізге жас кезімізде, сіздерге де, бізге де, бала кезімізде үлкен кісілер бата бергенде қатарыңның алды бол, қатарыңнан қалма, қатарыңнан қосын деп бата береді. Бұл өте мағынасы терең сөз. Халықтың ұлылығы, халықтың кереметтігі, сен қатарыңа қосыл. Біреуден озам деп әуре болмайды. Міне сондықтан да дамыған 30 елдің қатарынан көріну жолында қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы Қазақстанның жаһандық қауымдастықта лайықты орнын айғақтауға айқын бағдар берді. Ондағы басым бағыттардың бірі халқымыздың бәсекеге қабілеті. Бұл ұғым біртұтас ұлтымыздың болашаққа қадам басуында маңызды рөлге ие. Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады. Бәсекелік қабілет дегеніміз ұлттың, аймақтың немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл материалдық өнім ғана емес, сонымен бірге білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурсы болуы мүмкін. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мақалада қозғалған әрбір ойдың астарында терең мағына, парасатты пікір жатыр. Президент ой толғауында білімге біршама басымдық берді. Ал жақсы маман, жақсы адам тәрбиелеу елге игілік әкелетіні әммеден аян. Мына ел бәсекеге қабілетті болу үшін, ел дамып тез, мына жалпы әлемнің дамуынан тез дамып, бірінші қатарға шығу үшін әрбір сол елдің азаматы бәсекеге қабілетті болу керек. Ол дегенде жаңа айтып кеткендей, мына әрбір азаматтың білімі тек қана өзінің туған қаласында емес, тек қана өзінің елінде емес, жалпы әлемдік деңгейде қажетті болу керек. Әрбір мына Қазақстанда берген білім әлемдік деңгейде танылу керек. Қазақстанда білім алған маман бүкіл әлемде жұмысты табуға мүмкіндігі болу керек. Халқымыздың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынов айтады. Болашақ ғасырда, 20 ғасырда жаңағы білім жарысы болады дейді. Өйткені себебі басқа қоғамның басқа да мәселелермен басқа да алға қойған жаңағы шарттарына байланысты жаңа ғасырда білім жарысы болады. Сондықтан біздің халық білім алу керек.
білімге бойлау керек деген. Міне енді 100 жылдан кейін біздің еліміздің елбасы, еліміздің президенті айтады, ол біз бәсекелікке, дүниежүзілік бәсекелікке, жаңа 7 миллиард халықтың ішінде сол бәсекелікке біз дайын болуымыз керек. Соған өзімізді дайындауымыз керек. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңында көміліп қала береді. Ол үшін отандастарымыз 21 ғасырға лайықты қасиетке ие болған абзал. Нақты айтқанда, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әр жанның алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттар санатында. Ақпараттық қоғамға өту мақсатында Қазақстан 2013 жылдан бастап Ақпараттық Қазақстан 2020 бағдарламасын жүзеге асырып келеді. Бағдарламаның басты мақсаты 2020 жылға дейін интернет қолданушыларының үлесін 78%-ға, тұрғындардың компьютерлік сауаттылық деңгейін 80%-ға көтеру. Бүгінгі күннің өзінде бұл бағдарламаның оң нәтижелер көрсеткенін аңғару қиын емес. Статистика комитетінің деректеріне сүйенсек, компьютерлік сауаттылық деңгейінде өсім байқалады. 2006 жылмен салыстырғанда орташа деңгейдегі қолданушылар саны 16,4%-ға өсіп, 2015 жыл 66,9% межесін көрсетсе, тәжірибелі қолданушылар 7,1%-ды құрайды. 2016 жылы барлық жастағы интернет қолданушылардың үлесі 73% еңсерді. Уя Social порталының Digital Yearbook 2016 атты есебіне сүйенсек, Қазақстан халқының 19%-ы әлеуметтік желілердің белсенді қолданушысы екен. Біздің қойған мақсатымыз өте жоғары, біз айтып кеттік қой, 30 ең дамыған. Ал енді 30 ең дамыған елдердің ішінде болу үшін цифрлық Қазақстан, оның алдында ақпаратты Қазақстанды біз жүзеге асырдық. Қазір цифрлық Қазақстан. Әрине бұл өте күрделі бір сұрақ, күрделі мақсат, дегенмен ол қолжетімді. Бізде мысалы басқа елдермен салыстырғанның өзінде қазір жаман емес. Мына интернеттің сапасы әсіресе қалаларда, үлкен қалаларда, орташа қалаларда, облыс орталықтарында жаман емес. Мына цифрлық үкімет дамып жатыр. Бірақ сонымен бірге бізде әлі шешілмеген мәселелер өте көп, әсіресе мына ауыл мекендерде. Тұрақты, қолжетімді, жедел интернет бізде әлі толық біз Қазақстанды қамтамасыз еттік айтуға болмайды. Тәжірибелі маман бұл олқылықтың да орнын жақын жылдар толтыруға болатындығын айтады. Тек техникалық мәселелерді шешу қажет. Сонымен қатар қазір айтып жатырмыз енді ашық қоғам, ақпараттық қоғамда күн сайын, сағат сайын жағдай өзгеріп жатады. Соның барлығын бәрімізде тез соны түсініп, соны тезірек талдап, соның бойымызға сіңіріп, ол үшін көп оқуымыз керек. Қарап тұрсақ, енді заманның талабы көп, өйткені енді жаһандану дейміз, барлық көптеген мемлекеттер бір-бірімен қабілеттілік неде процесте болып жатады, бір-бірімен жарысып жатады деп айтуға да болады. Білім, ғылым бүгінгінің басты қажеттілігі. Бұл дегеніңіз дүниетанымы кең, өресіп биік адам ғана бәсекеге төтеп бере алады деген сөз. Өскелең ұрпақты білімге құштарлыққа үндеудің сыры да міне осыда болса керек. Көп тілді білім беру бүгінгі заманның басты талабы. Қазіргі таңда әлем халқының 3-тен 2-сі 8-ден астам кең тараған тілдерді, атап айтқанда ағылшын тілін 1,5 миллиард, Қытай тілін 1,5 миллиард, испан тілін 550 миллион, араб тілін 420 миллион, француз тілін 270 миллион, орыс тілін 260 миллион, португал тілін 260 миллион, неміс тілін 200 миллион жетік меңгерген. Әлем елдерінің 70%-ы көп тілділікті ұстанады. Ғаламшар халқының жартысынан астамы, яғни 3,5 миллиарды билингвалдар, яғни кем дегенде 2 тілді меңгергендер. Екі тілдік деген не? Сіз дүниежүзінің картасын алып қарасаңыз, Канаданы қараңыз, Швейцарияны қараңыз, Бельгияны қараңыз, Индияны қараңыз, бәрі ең мықты елдер жаңағы, бәрі екі тілден. Екі тілдіктің керемет. Үш тілділік деген, ол одан да мықты деген сөз. Болашақта мысалы Қытай халқы дүниежүзіндегі ең үлкен сан жағынан халықтардың көбі. Олардың 25% ағылшын тілінде сөйлейді. Оларға қажет не мысалы, олар айтуы мүмкін, басқалар бізді үйренсін, өйткені біз
дүние жүзіндегі 6-шы адам, 6 адамның біреуі бізбіз деп. Сондықтан ағылшын тілін қазір білу, ол болашаққа байланысты. Қазір бүкіл әлемде шығып жатқан жаңалықтар енді 90% ағылшын тілінде шығады. Оның бәрін, мысалы, біз бүгін қазақ тіліне аударуға мүмкіндігіміз жоқ, болмайды да ешқашан. Бізде қазір қандай жағдай қалыптасып тұр? Әлемдегі мына жаңалықтардың бір 10-15% орыс тіліне аударылады қазір. 2-3 жыл кешігіп. Одан кейін сол орыс тілінен біз тағы 2-3 жыл кешіктіріп, сол жаңалықтардың 10%-ын қазақ тіліне аударамыз. Сонда жалпы мына қазақ тілінде шығып жатқан техникалық ғылыми еңбектер бізде жалпы әлемдік деңгейден 5-6 жыл кешігіп, оның тек қана 1% ғана қазақ тілінде жарияланады. Бұл дегеніміз бүкіл әлемнің дамуы техникалық қазақтан тыс кетіп жатыр деген сөз. Осының алдын алу үшін жастар ағылшын тілін жетік меңгеріп, ғаламдық үдерістен тыс қалмауы тиіс дейді тіс қаққан мамандар. Иә, көп тілділік негізінде ағылшын тілі жатыр. Бұлай дейтініміз, ағылшын тілі ғылым мен әдебиетте басымдық алып отырғаны баршаға аян. Нобель сыйлығы лауреаттарының 74% ағылшын тілді елдерден. Бүкіл әлемде ең көп басылған кітаптар да ағылшын тілінде. 550 мың немесе барлық көрсеткіштің 28%. Көбінесе бізде дау болғанда мына қазақ тілінің тағдыры айтады. Ағылшын тілін дамыту қазақ тіліне әсер етпейме деп, негативтік әсер етпейме. Менің ойымша бұл дұрыс емес, бұлай өзі мәселені қою дұрыс емес. Қазақ тілі, мемлекеттік тілдің дамуы бұл жеке, ал енді ағылшын тілі бөлек. Балабақшадан бастап менің ойымша оқыту керек, міндетті түрде мына әсіресе жоғарғы сыныптарда, мектепте оқыту керек. Міндетті түрде жоғары оқу орындарда ағылшын тілінде сабақ беру керек. Әсіресе мына арнайы пәндерді. Сонда ғана біз расында да мына әлемдегі ғылыми техникалық жаңалықтарды біз біліп отырамыз. Міне, осы себептен де елімізде 3 тілді білім беру тәжірибесі 2007 жылы 33 мектепте бастау алған. Толық көп тілді білім беру моделі 1992 жылдан бері білім инновация лицейінде, 2008 жылдан бері Назарбаев зияткерлік мектептерінде жүзеге асырылып келеді. 2015 жылдың қараша айында білім және ғылым министрлігі 3 тілді білімді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол картасын әзірледі. Өзіміз біліп отқанда осы жылдан бастап бірінші сыныптарда сабақтар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізілуде. 2019 жылдан бастап 3 тілді білім беруді мектептерге енгізу жоспарлануда. Орыс тілінде білім беретін мектептерде Қазақстан тарихы қазақ тілінде берілетін болады. Ол қазақ тілінде білім беретін мектептерде дүниежүзі тарихы орыс тілінде беріледі. Сондай-ақ оқыту тіліне қарамастан барлық мектептерде жаратылыстану ғылыми бағыттағы, атап айтқанда информатика, биология, физика және химия пәндері ағылшын тілінде жүргізілетін болады. Яғни білім ордасының алқалық кеңесінің шешімімен осылардың ішінен бір пән таңдалып алынып, шет тілі арқылы шыңдалады. Қостанай облысында енді біздің өзіміз осы биылдан бастап эксперименталды тәжірибе ашпағалы отырмыз. Бұл бағдарламамен біз мектептерде 7-9 сыныптарда, осы Қостанай облысының барлық өңірлерінде, бірқатар мектептерінде 7-9 сыныптар арасында ғылыми жаратылыстану бағытындағы пәндер болады, жаңағы атап айтқан химия, биология. Соларды таңдап ағылшын тілінде жүргіземіз, эксперимент түрінде бұл. Оны біз ата-аналармен міндетті түрде талқылаймыз. Ата-аналардың шешімі бойынша келісім берген кезде ғана пәннің біреуін біз таңдап алып эксперимент түрінде жүргізетін боламыз. Бұл 3 тілдік білім беру жаңа стандарттың бойынша жүргізілетін болады. Қостанай облысында 3 тілді оқыту тәжірибе алаңына тек қаланың мектептерін ғана емес, өңірлерді де тарту көзделуде. Яғни әрбір ауданнан арнайы мектептер таңдалып, осы жүйені енгізіп байқамақ.
Қазірдің өзінде аймақтағы Назарбаев зияткерлік мектебінің базасында облыстың ұстаздары осы бағытта курстық даярлықтан өтіп жатыр. Биылдың өзінде 245 мұғалім білімін арттырған. 19 жылға дейін біз ақырында осындай эксперимент кіргіземіз. Жылдан жылға эксперименттің бір мектептен бір мектепке, аудандарды, өңірлердің санын көбейтіп, мектептердің санын көбейтеміз. Жоспарымызды алда тұрған, енді басын 1-7-9 сыныптар бізде жоспар бойынша енгізіп. Содан кейін енді бірінші барлығы жоғары сыныптарда, енді төменгі сыныптар емес, жоғары сыныптардан көбірек эксперимент алып отырып. Қазір 42 қазақстандық жоғары оқу орындары 3 тілде мамандар даярласа, оның ішінде 17-сі биология, химия, физика және информатика пәндерін ағылшын тілінде оқытатын педагогикалық кадрларды әзірлейді. Бүгіндері 3 тілде оқыту 3 эксперименталды алаңда 20 Назарбаев зияткерлік мектептерінде, 30 білім инновация лицейінде және Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығының 33 мектебінде қолға алынған. Бұл мектептер оқушының талантын басқару қағидаларына сәйкес жұмыс істейді. Қостанай қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты осы бастамалардың басында тұрған ордалардың бірі. Шәкірттері облыстық, республикалық білім сайыстарында үздік көрініп жүретіндігі осының дәлелі. 2012 оқу жылынан бастап біз биология пәнін факультатив ретінде ағылшын тілінде бастадық. Сол кезде енді кадр мәселесі де болды, бірақ біздің өзіміздің мұғалімдеріміз осы дұрыс түсініп, сол заманауи енді талабы екен. Сондықтан биология пәнінің мұғалімі Иманқұлова Алмагүл Маратовна және ағылшын тілі мұғалімі Әбикенова Гүлбану Абдырзақовна осы факультативті бастады. 5-6 сыныптарда ботаника мен биологияны ағылшын тілінде және соған қосып мамандырылған ағылшын тілі. Онда енді биология, ботаниканың терминдарын ағылшын тілінде балаларға енді үйрету үшін осы факультативтерді бастағаны. Тарихы терең қара шаңырақ 2013 жылдан бастап Британ мектептерінің жақсы бір элементі көркем шығарманы 3 тілде оқудың 15 минуттығын енгізген. Бұл балалардың ой өрісін кеңейтіп, рухани баюына өз септігін тигізеді дейді тәжірибелі ұстаз. 2016 жылдан бастап біз физиканы кіргіздік. 10-11 сыныптың оқушылары факультатив ретінде физиканы ағылшын тілінде оқуын бастады. Енді осы биологияны біріншіден бастағасын 5 жылдық жұмысымыздың нәтижесі биылғы жылы біз енді инвариантқа кіргізіп жатырмыз. Инвариант ол оқу жоспарының міндетті түрде стандарт бойынша берілетін контенті. Сол енді инварианттық контенттің ішінде біз биологияны 8-ші сыныптарда, 8-ші сыныптарда міндетті түрде биологияны енді сабақ ретінде ағылшын тілде оқиды балаларымыз. Дүние жүзінде 7 миллиард халықтың 1% жоғары білімі бар. А қазақтардың ішінде ол 9,5%. 9,5%. Не жаңа сіз бәсекелікке қатысасыз ба деген, оған білімнің несі жаңа, тілді білудің жаңа. Ол қай пәнді, қай тілде оқу, енді ол әдістеме, методика бар жаңағы, соның да оның жаңағы келісуге, келіспеуге болады. Ол әңгіме емес. Бірақ балаларға 3 тілде оқыту деген, ол бүгінгі күннің және ертеңгі күннің әсіресе ең басты алға қоятын мақсат. Тағы бір назар аударар жайт, қазір жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексіне негізделіп, ұлттық бәсекеге қабілеттіліктің рейтингі дайындалады. Осы рейтингте 2016 жылы Қазақстан 53-ші орынды иеленді. Салыстырмалы түрде алсақ, 2015 жылы 42-ші орын, 2014 жылы 50-ші орында тұрақтаған. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі әртүрлі экономикалық даму деңгейінде дамыған әлем мемлекеттерінің ұлттық бәсекеге қабілеттілікті айқындайтын 114 көрсеткіш ішінен Қазақстанда 40 көрсеткіш бойынша өсім, 65 көрсеткіш бойынша азаю байқалса, 9 көрсеткіш бойынша өзгеріссіз қалған. Болашақта ұлттың табысты болуы, оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады. Сондықтан әрбір қазақстандық сол арқылы тұтас ұлт 21 ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық,
шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті алғы шарттардың санатында. Сол себепті цифрлы Қазақстан, үш тілде білім беру, мәдени және конфессияаралық келісім сияқты бағдарламалар ұлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды 21 ғасырдың талаптарына даярлаудың қамы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Абай айтады, заман өзгергенде қағидалар да өзгереді. Кешегі мысалы біздің заманымызда, біздің жас кезімізде болған дүниелер бүгінгі жастарға мысалы ол қажет емес. Өйткені заман өзгерді. Сондықтан қағидалар да өзгерді. Міне осының барлығын әкеліп жинап, бұл бір шеті ғана ғой біздің айтып отқанымыз. Осының бәрін әкеліп жинағанда міне рухани жаңғыру деген осы. Рухани жаңғырудың менің ойымша ең үлкен жаңағы ең басты дүние бір әрқайсымыз бұл маған арналып айтылған деп есептеуіміз керек. Толық рухани жаңғыру үшін кертартпа қасиеттер мен қасан қағидалардан арылу маңызды. Президент алдағы 10 жылдықтың ұраны прагматизм деп болжап отыр. Ол дегеніңіз уақытты үнемді пайдаланып, болашақта жоспарлай білуге бейімделіп, ұлтымыздың ұстамдылық, қарапайымдылық сияқты қанға сіңген қасиеттерін қайта түлету деген сөз. Бәсекеге қабілетті, дамыған, әлем таныған еңселі ел болу. Міне сондықтан да елбасының жастарға серпіліс беруі, алға қойған мақсаттарға жасалған тағы да бір қарқынды қадам деп білеміз.